Рақымды да мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құрметті жамағат, бірінші орында білім емес, құлшылықта емес, бірінші орында әдеп тұрады. Себебі ғалымдарымыз әдебі жоқтың білімі жоқ деген. Қазақ халқы әдепсіз бала, сорлы бала, әдепті бала, арлы бала деп те келтірген. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемдері болған болсын, өзінің сахабаларынан жәннатқа кіруге себеп болатын амалдар қайсы деп сұрағанда, сахабалары Алла және оның елшісі біледі деп жауап берген екен. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемдері болсын, Алладан шынайы қорқу, көркем мінез, әдеп деп жауап берген екен. Абай атамыз адамның адамшылығы ақыл, ғылым, әдеп. Ата жақсы, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан берілетіндігін де жеткізген. Бірде Омар, Алла одан разы болсын, сахабалармен бірге отырғанда сахабалардан: егер сендерде бір үй болса, ол үйді неге толтырар едіңіздер деп сұрақ қояды. Сонда сахабалар: ол үйді алтын, күміс, гауһарларға толтыратын едік дейді. Енді бір сахабалар: ол үйді түйелерге, жақсы аттарға толтыратын едік дейді. Сонда Омар: егер менде ол үй болса, ол үйді әдепті, сахауатты, жомарт, иманды жігіттерге толтырар едім депті. Себебі әдепті жігіттері бар ел, ол елде алтын да, күміс те, жақсы аттар да, жақсы түйелерде болады деп жауап берген екен. Бір күні пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Аббас ибн Абу Муталибке: ажибуни жамалак, сенің көркің мені ғажаптандырды дейді. Сонда Аббас ибн Абу Муталиб: вама жамал ражули я Расулалла, адамның көркі не деп сұрақ береді. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемдері болсын: жамал ражули лисанаху, адамның көркі ол оның тілі деп жауап берген екен. Аббас ибн Абду Муталиб өте әдепті, көркем сөзді сондай адам болған. Бірде оған: әнті әкбар әм Расулалла деген сұраққа: сен үлкенсің ба, әлде пайғамбарымыз үлкен ба дегенде, пайғамбарымыз үлкен, мен одан сәл алдынырақ туылғанмын деп жауап берген екен. Жаратушымыз баршамызды бойымызда көркем мінез бен шырайлы әдептер табылатын құлдарынан қылсын. Әдепті болайық, арлы болайық, бар болайық.